Бүкіл қоғам өтірікке батып, ақты ақ, қараны қара деп айтудан қалған кезде адам өзін тұлғалығын сақтап қалу өте қиын. Өз-өзін жоғалтып алуы мүмкін. Себебі тіпті ең жақын сенім артатын адамдарың адамға сенбеген кезде, ол адамның бір ғана таңдауы болу керек. Ол өзін таңдау керек. Яғни адам өзінің ішкі сана сезімін ешқашан сатпау керек. Себебі адамның ішкі сана сезімі әрқашан Құдайдың бір берген ең әсем дүниесі. Адамның ішкі сана сезімі ол тек қиын қыстау кезеңде аман ғана алып шықпай, адамның абыроймен шығуына көмектеседі. Себебі Құдайдың берген ақыл парасаты, сана сезімі адамның ішкі, ол ешқашан адамға қиянат жасамайды. Себебі жер бетіндегі барлық тірі жанды Құдайдың өзі жаратты. Және де бізді бір-бірімізге қиянат жасасын деп жаратқан жоқ. Керісінше, бұл дүниеде тіл табысып, бақытты ғұмыр кеше білсін деп жіберді. Сондықтан қандай жағдайға тап болсаңыз да, әрқашан өзіңіздің жаныңызға сеніңіз. Ішкі сана сезіміңізге, түйсігіңізге, ол сізді ешқашан сатпайды. Ең бастысы, сіз өзіңіз оны сатпаңыз.